Қысқасын айтқанда, спорт. Дүйсенбі, мен кроватьта жаттым, ойландым, жаз басталды деп, спортпен айналысып бастау керек деп, арықтау керек деп. Жақсы, біріншісі артық болды. Хотя спортпен айналыспағалы көп болды маған. Мен айнаға қарадым. Иә, срочно денемді формаға келтіру керек. Ертеңнен бастап спортпен айналысып бастаймын. Хотя ертең сейсенбі болады ғой. Сондықтан да келесі аптада бастармын. Келесі апта, дүйсенбі. Будильник соқты. Мен тұрдым өз басымда. Ал енді шын өмірде тұру керек. Саусағымды зорға көтердім. Короче, сөндірдім будильникті 12-де. Ну ничего, ештеңе жақсы ғой. Солға қарадым. Кеше өзіме құйып қойған суым тұр екен. Екі подход бицепс істеп суымды іштім. Су ішіп болған соң душқа түсуді шештім. Душ салқын болды. Ну ничего, салқын душ тоже пайдалы ағзаға. Ауырмаймын зато. Комнатаға келген соң сразу отжимание жасап бастадым. Бір жасадым, екі жасадым. Өлдім. Что-то слишком көп нагрузка беріп қойдым өзіме. Енді пробежка жасау керек. Бір қарасам мусор төгу керек болды. Как раз сол мусор төгемде по пути пробежка жасармын. Мен спортивный киімді киіп алдым. Құлағыма наушник салдым. Мотивация қостым. Комнатадан бастап жүгіріп бастадым. Менде екі таңдау болды. Лифт немесе баспалдақ. Қой, лифтке уже мініп керек емес алдыңғы кезеңге. Егер алдында не болғанын білмесең, осы жерді бас. Короче, баспалдақпен түстім. Мотивация бешеный болды менде. Хочешь знать, кто ты? Так подними жопу. Не спрашивай. Действуй. Действие будет описывать и определять тебя. Все, болды. А жоқ, әлі пробежка бар екен ғой. Так что смелее. Вперед. Делай ошибки. Делай все, что можешь. Потому что именно так ты сможешь добиться успеха. Все, пробежка жетеді. Бір кезде турник площадканы көріп қалдым. Мынадан өтіп кету қате болады енді. Турник тартылып бері қарты. Бірақ турник маған тартылмады. Ал мен турникке тартылдым. Bir кезде бір трюк жасағым келіп кетті. Мен сол трюкті жасауды шештім. Қысқасын айтқанда, спорт.